Барлықтарыңызға сәлем достар, менің атым Сұлтан. Бүгінгі сабақта біз simple past, яғни past simple шағын өтетін боламыз. Жай өткен шақ past simple'дағы be етістігін өтеміз, яғни was were. Одан кейін біз предлогтарды өтеміз, көмекші сөздерді in, at, on. Ал сонымен сабақты бастайық. Before they were stars. Олардың жұлдыз болғанға дейін кім болды екен? Соны қазір көретін боламыз. Так, бірінші мына суретке қарап алайық. Бұл жерде әншілер бар, актерлар бар, өзінің телешоуы бар адамдар бар. Қазір соны айта кетейік. Мінекей былай айтамыз. Адамның аты жазылған. Соны айтамыз да, мысалы, who is a singer дейді. Who is a singer? Lady Gaga is a singer дейміз. Мысалы, Jennifer Lopez is a singer and is an actress. Сол сияқты Peter Jackson makes movies. Видеоны паузаға басып, өзіңіз білетіндеріңізді кім болып істейтінін жазып шығыңыздар. Сонымен мен сіздерге ауызша айта кетейін. Simon Cowell has a TV show. Оның телешоуы бар. Kanye West is a singer. Ол әнші. Lady Gaga is a singer. Әнші. Russell Crowe is an actor. Ол актер. Peter Jackson makes movies. Кинолар түсіреді. Megan Fox is an actress, актриса. Halle Berry is an actress, актриса. Jackie Chan is an actor, ол актер. Hugh Jackman is an actor, актер. Jennifer Lopez is a singer and an actress. Сонымен айтып шықтық кім болып жұмыс істейтінін. Бірақ бұлар осы күнге дейін жұлдыз болып келген жоқ қой. Жұлдыз болам дегенге дейінгі сәтінде кім болып істейді екен. Астында бізде берілген мінекей. Аттар жазылмаған, бірақ кім болып істегенде жазылған. Сіздердің өзіңіздің ішінде кейбіреулерін білетін шығарсыздар. Видеоны паузаға басып, аттарын жазып шығыңыздар, білетіндеріңізді. Ал одан кейін мен сіздерге дұрыс жауабын беремін. Мысалы, was an office worker, яғни мынау кісі офиста жұмыс істеген екен. Келесі, was a waiter and a DJ, яғни даяшы және DJ болып істепті. Мына кісінің first job was at a newspaper, газетте жұмыс істеген екен. Was a dancer on a TV show. Телешоуда биші болған деген сияқты. Clown дегеніміз clown. Construction worker дегеніміз құрылысшы. Waitress дегеніміз даяшы. Әйел даяшылар. Sales people немесе sales person. Ол дегеніміз бізде сатушы деген мағынаны білдіреді. Ал видеоны паузаға басып, аттарын жазып шығыңыздар. Мінекей бізде дұрыс жауаптар осылай болады екен. Қазір осылардың бәрін қосамын. Айтылған дауыстың артынан қайталап отырыңыздар. 3.50 1. Simon Cowell was an office worker. 2. Russell Crowe was a waiter and a DJ. 3. Peter Jackson's first job was at a newspaper. 4. Jennifer Lopez was a dancer on a TV show. 5. Hugh Jackman was a clown. 6. Jackie Chan was a construction worker in Australia. 7. Megan Fox and Lady Gaga were waitresses. 8. Halle Berry and Kanye West were salespeople. Сонымен қызықты фактілерді көріңіздер. Яғни актер, актриса болғанға дейін, әнші болғанға дейін кім болып істегендерін. Енді байқасаңыздар, мына жерлерде бізде was, where деген сөздер бар. Бұлар am, is, are дегеннің өткен шақтағы түрі. Осы шақта, мысалы, I'm an office worker. Мен қазір офисте жұмыс істеймін, иә. Бірақ оны өткен шақта айтсаңыз, мен офисте істегенмін деп, істегенмін, иә, өткен шақта. Онда was болады. Жекеше түрде was болады. Ал көпше түрде where болады. Are where'ге айналады да, ал am мен is was'ға айналады. Астында бізде бір шағын тапсырма бар. Present дейді. Hugh Jackman is an actor. Hugh Jackman қазір актер. Бірақ past дейді. Өткен шақта. He a clown. Ол клоун болған. Келесі they are famous. Олар атақтылар. They waitresses. Олар даяшылар болған. Мына жерде бізде қойымыз керек. Видеоны паузаға басып, осы екі бос орын толтырып көріңіздер. Was бен where арқылы.
Сонымен бізде дұрыс жауабы he was a clown, they were waitresses. Осылай өткен шақта. Грамматиканы көрейік. Әдеттегідей мына мысалдар қазір оқылады, соның артынан қайталап отырыңыздар, одан кейін біз ережеге көшетін боламыз. 3.51. I was a teacher. I wasn't a teacher. You were at work last night. You weren't at work last night. She was at school yesterday. He wasn't at home yesterday. It was cold last week. It wasn't cold last week. We were at the gym. We weren't at the gym. You were late. You weren't late. They were in London. They weren't in London. Were you late? Yes, I was. No, I wasn't. Was she a waitress? Yes, she was. No, she wasn't. Where were you yesterday? I was at the beach. When was he at the gym? About 3:30 yesterday. Мінекей оқылып шықты. Сіздердің естеріңізге сала кетейін. Past simple'дың тек қана be етістігін ғана өтіп жатырмыз. Was were. Осыған назар аударайық. Use was were to talk about the past. Өткен шақтағы болған іс-әрекетті айту үшін біз was were қолданамыз. Present to past, мысалы, біз өткеніміз am, is, are өттік қой. Енді соның am, is бізде wasға айналады өткен шақта. Ал are, wereға айналады. He is at home today. Бүгін ол үйде. He was at home yesterday. Ол кеше үйде болды. Көрдіңіздер ғой. Мына осы шақтағы am, is, are мен қолданатын сөйлемдерді өткен шақта was wereге айналдырып айтсақ болады. Бірақ мына жерде көрдіңіздер ғой, today бүгін yesterdayға айналдырып, кешеге айналады. Бұлардың болымсыз түрлері wasn't, яғни was not, isn't деген болып еді ғой бізде. Сол wasn't, ал were not дегеніміз көпше түрге weren't болады екен. Мысалдарды қарастыра кетейік. I was a teacher. Мен мұғалім болғанмын. I wasn't a teacher. Мен мұғалім болған жоқпын. You were at work last night. Сен кешкісін жұмыста болдың. She was at school yesterday. Ол кеше мектепте болды. He wasn't at home yesterday. Ол кеше үйде болған жоқ. It was cold last week. Алдыңғы апта, last. Алдыңғы апта салқын болды. It wasn't cold last week. Алдыңғы апта салқын болған жоқ. We were at the gym. Біз жаттығу залында болдық. We weren't at the gym. Біз жаттығу залында болған жоқпыз. You were late. Сен кешігіп келгенсің. You weren't late. Сен кешігіп келген жоқсың. Сол кезде they were in London. Олар Лондонда болды. They weren't in London. Олар Лондонда болған жоқ. Енді бізде бұл болымды және болымсыз сөйлем. Әдеттегідей бізде сұралу сөйлем бар. Енді бірінші біз мұны қарастыра кетейік. Жасалу жолын. Болымды сөйлемде бізде әдеттегідей subject бірінші келеді. Субъект іс-әрекетті орындайтын you. Одан кейін where. You were in China. Сен Қытайда болдың. Енді сұралу сөйлемде бізде were you in China? Сен Қытайда болдың ба? Where, яғни where be етістігі әрқашан алдына шығып кетеді. Субъекттің алдына. Қытайда болдың ба?
Ал егер де біз WH сұраулы сөздерін қосатын болсақ, when, what, where, ол кезде әдеттегідей be етістігінің алдына қойылады. When were you in China? Сен Қытайда қашан болдың? Мысалдарды қарастыра кетейік. Were you late? Сен кешігіп пе едің? Yes, I was. Я кешіккенмін. No, I wasn't. Мен кешікпегенмін. Was she a waitress? Ол даяшы болды ма? Yes, she was. Я, ол болды. No, she wasn't. Жоқ, ол болған жоқ, даяшы. Where were you yesterday? Кеше сен қайда болдың? I was at the beach. Мен жағажайда болдым. When was he at the gym? Қашан ол жаттығу залында болды? About 3:30 yesterday. Шамамен кеше 3:30-да. Мінекей қараңыздар, time expressions. Мен айтып кеткем, слова маркері деп ше. Мысалы, бізде present simple'да қандай сөздер қолданды? Usually, always, sometimes, never болса, енді оның past өткен шағында бізде осы сөздер қолданады екен. Қараңыздар. This morning, бүгін таңертең, yesterday, кеше, last night, өткен түні, last week, өткен аптада, last month, өткен айда, last year, өткен жылы. Яғни өткен. Бәрі өтіп кеткен шақта. Мысалы, he was at the gym this morning. Бүгін таңертең, мысалы, қазір біз кешке айтып отырсақ, таңертеңгі сәт өтіп кетті ғой. He was at the gym. Ол таңертең жаттығу залында болды. She wasn't at school last week. Өткен аптада ол мектепте болған жоқ. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде мынаның бәрін дәптеріңізге жазып жаттап үйреніп алыңыздар. Бізде pronunciation, дыбыстар әдеттегідей. Bird, деген дыбыс қазір оқылады, соның артынан қайталаңыздар. 3.52. Bird. First. Were. Her. Work. Nurse. Сонымен оқылып шықты. Келесіде бізде тағы да pronunciation, яғни дыбыстардың дұрыс оқылуы, сөйлемдердің дұрыс оқылуы. Сөйлемдер берілген, осының ырғағына қарай қайталап оқыңыздар, еліктеп. Ал қосамын, қайталап отырыңыздар. 3.53. Bird. Were they famous? Yes, they were. No, they weren't. They weren't famous. Up. Was he a waiter? Yes, he was. No, he wasn't. He wasn't a waiter. Weren't and wasn't дейді. We usually say weren't as one syllable. Weren't дегенде бір буын, weren't. Ал wasn't дегенде wasn't екі буыннан тұрады. Қазір сіздерге сөйлемдер оқылады осы шақта. Дәл соны тек қана өткен шаққа алмастыруларыңыз керек. Мысалы, she is a waitress деп оқылады. Ол даяшы, ол өткен шақта she was a waitress болады. Дәл солай бүткіл сөйлемдерді айналдырып отырыңыздар. 3.54. 1. She's a waitress. She was a waitress. 2. Is he at work? Was he at work? 3. We aren't famous. We weren't famous. 4. It isn't hot. It wasn't hot. 5. They're at home. They were at home. 6. Are you sad? Were you sad? 7. You aren't at the gym. You weren't at the gym. 8. I'm late.
I was late. Егер де сіздерге тапсырма қиындау болса, қайталап орындаңыздар. Мына грамматика бөлігін қайтадан өтіп шығыңыздар, видеоны артқа қарай айналдырып. Енді мен бағана басында айтып кеткен in, at, on. Мына бірінші тапсырмаға қараңыздар. A teacher works in a salesperson. Біріншісінде мұғалім жұмыс істейді. Қайда? A salesperson works in a сатушы қайда істейді? An officer works in an office worker. Офис жұмысшысы қай жерде жұмыс істейді? A waiter works in a даяшы қай жерде жұмыс істейді? Мына бос орындарға жұмыс орындарын жазып шығуларыңыз керек. Ал видеоны паузаға басыңыздар да жазып шығыңыздар. Сонымен бізде дұрыс жауаптар осылай болады. Біріншісінде school, әрине мектеп. Мұғалім мектепте істейді. Store, дүкен, әрине сатушы дүкенде жұмыс істейді. Үшіншісі office, офис, әрине офистағы жұмысшы офиста жұмыс істейді. Төртіншісі waiter, даяшы, әрине ол мейрамханада, ресторантта жұмыс істейді. Қазір сөздерді көрейік. Places, орындар, жерлер. Бірінші, a city. City дегеніміз ол қала, осындай небоскрептарға толы, өте үлкен ірі қала. A town дегеніміз одан шағын, бірақ оның да өзінің ішінде инфраструктурасы бар, әкімдері бар, шағындау қала. A village, ол ауыл. Төртіншісі, a bank, банк. Бесіншісі, a pharmacy, аптека. Алтыншысы, a school, мектеп. A movie theater, кинотеатр. A hospital, аурухана. A store, дүкен. A supermarket, супермаркет. A museum, музей. A post office, пошта. A park, парк. A beach, жағажай. The ocean, мұхит. A river, өзен. A road, жол. Және бізде a gas station, заправка. A train station, пойыз станциясы. 20 әуежай. Осы сөздердің бәрі қазір оқылады, соның артынан қайталап отырыңыздар. 3.55 1, A city. 2, A town. 3, A village. 4, A bank. 5, A pharmacy. 6, A school. 7, A movie theater. 8, A hospital. 9, A store. 10, A supermarket. 11, A museum. 12, A post office. 13, A park. 14, A beach. 15, The ocean. 16, A river. 17, A road. 18, A gas station. 19, A train station. 20, An airport. Бізде мына жерде берілген сөйлемдердің басы. Оны аяқтауымыз керек. Мына аяқтаған бір жерлерді аласыз да қоясыз. Енді сіз өзіңіз қай жерде тұрасыз? Қалада тұрасыз ба, әлде мысалы city, town, village. Осы үшеуінің қайсында тұрасыз? Соған байланысты there is, there барын қолданып сөйлем құрастырыңыз. Мысалы, there is a pharmacy in my town. Менің қаламда аптека бар. There is a road in my town. Менің қаламда жол бар. There is a river деген сияқты қойып шығыңыздар. Тапсырма осындай болады. Толықтырып шыққаннан кейін төменге комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Осы сөздердің бәрін міндетті түрде жазып, мағыналарын жазып, жаттап алыңыздар. Окей? Бағана айтып кеткенде in, at, on. Осы үшеуіне қойып шығыңыздар. Қай жерде in, қай жерде at, қай жерде on болады. Жақсы ма? Видео паузаға басып істеңіздер. Біріншіде бізде at болады екен. Бізде сұрап тұр where were you yesterday? Сіз кеше қайда болдыңыз? Біріншісінде I was at home, үйде болдым. At work, жұмыста. At school, мектепте. At the beach, жағалауда. At the gym, жаттығу залында. At the airport, әуежайда. At the bank, банкта. At the movie theater, кинотеатрда. Немесе I was at the restaurant. Мен мейрамханада болдым. Енді екіншісінде in қай жерлерде қолданады бізде? In bed, I was in bed, мен демалып оттым. I was in the kitchen, мен ас үйде болдым. I was in the car, көліктің ішінде болдым. I was
In Chicago, Чикагода болдым. I was in Australia, Австралияда болдым. I was in a meeting, мен кездесуде болдым. I was in the park, мен паркте болдым. Енді on қай жерлерде қолданады? I was on a bus, мен автобустың ішінде болдым. I was on a train, пойыздың ішінде болдым. I was on a plane, самолеттің ішінде болдым. I was on a boat, қайықта болдым. I was on the street, мен көшеде болдым. Мінекей at, in, on қай жерлерде қолданады? Осылар дәптеріңізде жазып, жаттап алыңыздар. Және осы үшеуін кеше сіз қайда болдыңыз, төменде комментарий жазып кетіңіздер. Осы форманы қолданып ағылшын тілінде. Мынандай бір тапсырманы орындап жүрейік. Біз қазір бір кісінің айтқанын тыңдаймыз. Сағат 6-да, 8-де, at 6 o'clock, 8 o'clock, 9-да, 11-де, 3-де, 4-де, 7-де, 10-да. Оны не істегенін біз жазып шығуымыз керек. Қазір тыңдап отырамыз. Мына бос орындарды толтырыңыздар. Мысалы, сағат 6-да he was in bed. Ол төсегінде болған екен. Ары қарай қазір қосам, мұқият тыңдап, толықтырып шығыңыздар. 3.57. 1. Two. 3. 4. 'Tea or coffee, sir?' 5. 6. Good afternoon. Can I help you? Yes, can I change money, please? Yes, sir. 7. Welcome to Sunny Cafe. Hi, a sandwich, please. 8. Сонымен сіздерді мұқият тыңдап жазып үлгерді деген ойдамын. Егер үлгермесеңіздер, видеоны артқа қарай айналдырып, қайтадан тыңдап шығыңыздар. Енді мен сіздерге дұрыс жауабын берейін. Сонымен дұрыс жауап тұры былай болады екен. Таңғы 8-де he was in his car, ол өзінің көлігінде болды. Үшіншісінде сағат 9-да he was at the airport, ол аэропортта болды. Төртіншісінде 11-де сағат he was on a plane, ол ұшақтың ішінде болды. Сағат 3-те he was at the beach, ол жағалауда болды. Алтыншысы he was at the bank, 4-те ақша айырбастауға келді банкқа. Жетіншісінде he was at a restaurant, ол мейрамханада болды сағат 7-де. Соңғысы сағат 10-да he was in bed again, ол қайтадан төсегінде болды. Сонымен достар, бүгінгі сабақ осындай. Мынаның бәрін міндетті түрде жазып, жаттап алыңыздар. Видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, каналыма тіркеліңіздер. Сонымен келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.